Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн болсын. Гранттар жайлы айтамыз. Қайтарымсыз 1.380.000 теңгені кімдер ала алады және не үшін беріледі бұл грант? Бұл мемлекеттік грант жаңа бизнесті бастау және дамыту үшін қайтарымсыз негізде беріледі. Грант қаражаты ісін жаңа бастаған, әлеуметтік санаттарға жататын азаматтарға өз бизнес әлеуетін іске асыруға, тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік беру үшін берілетін болады. Гранттар келесі бағыттарда қолдану үшін беріледі. Қажетті мүкәммалды еңбек құралдарын, технологиялық жабдықтарды, жануарларды, малдарды, құстарды, көшеттерді, боталарды, тұқымдарды, көшеттерді сатып алу, үй-жайларды жалға алу ақысын төлеу мақсатында беріледі. Гранттар тұтынушылық мақсаттарға, кредиттік қарыздарды өтеуге, жылжымайтын тұрғын үй сатып алуға және салуға, жер учаскесін сатып алуға, акцизделетін өнімдерді өндіруге берілмейді. Гранттар кімдерге беріледі деген сұраққа жауап береміз. Грант алудың негізгі шарттары. Грант алушы екі санатта қарастырылады. Бірінші жұмыспен қамту санаты, екінші әлеуметтік санат. Жұмыспен қамту санатында тіркелген жұмыссыз болу керек, немесе жеке кәсіпкер болу керек. Жеке кәсіпкерлігіне ашқанына 3 жылға дейін болу керек. Ал егер 3 жылдан асып кеткен кәсіпкер болса, бұл грантқа қатыса алмайды. Келесі әлеуметтік санат бойынша. Әлеуметтік санат бойынша көп балалы тұлғалар, көп балалы жәрдемақы алушылар, жұбайы және зайыбы қатыса алады. Қоныс аударушылар және олардың еңбекке қабілетті отбасы мүшелері. Мүгедек баланы тәрбиелеуші жәрдемақы алатын адамдар, жұбайы немесе зайыбы. Төртінші, атаулы әлеуметтік көмек алушы, аз қамтылған адамдар және олардың отбасы мүшелері. Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік жәрдемақы алушылар. Қандас қолданыстағы мәртебесі бар адамдар және мүгедектер. Осы әлеуметтік санат бойынша 7 категорияға бөліп айттым. Осы 7 категорияның біреуіне және жұмыспен қамту санатының бір категориясына кіру керек. Бір категориядан кірсеңіз, сіз осы грантты алуға үміткер бола аласыз. Және бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негізінен оқыту туралы сертификатыңыз болу керек. Сіз бұл грантқа қатысу үшін ең алдымен бастау бизнес сертификатын алып аласыз. Одан кейін барып, осы грантқа өтініш тастай аласыз. Өтініш тастағанда осы проверкадан өтесіз. Осы екі санатқа жатуыңызға байланысты проверкадан өткен соң, сіз грантқа өзіңіздің бизнес жоспарыңызды ұсынып жазып көрсете аласыз. Бизнес жоспар бойынша менің каналымда толыққанды түсіндірілген сабағым бар. Таныссаңыздар болады, пайдалы болады деген ойдамын. Және де менің каналымда бұдан да басқа өте пайдалы ақпараттармен ұдайы бөлісіп отырамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар, мен үшін өте маңызды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.